Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің 4-ші практикалық сабағымыз тақырыбы стандарт емес есептерді шешуде функция қасиеттерін қолдану. Бірінші есебімізді оқып алайық. Теңдеудің кем дегенде бір түбірі табылатындай а параметрінің барлық мүмкін мәнін табыңыз. 8х-тің 6 дәрежесі қосылған, жақша ішінде а минус х-тің айырмасы кубы қосылған 2х кіріп плюс а тең х. Жалпы бұл есепті шешу кезінде біз не істейміз? Функцияның монотондылық қасиетін пайдаланатын боламыз. Алдыңғы жолы 4 тұжырымы айтылды. Сол тұжырымдарға негіздей отыра, қазір беріліп тұрған параметрлі теңдеуімізді шешеміз. Ең алдымен біз түрлендіру жүргіземіз, яғни өзімізге қажетті белгісіздерді бір жаққа, параметрі бар белгісіздерді бір жаққа жинақтаймыз. Сол кезде бізде теңдіктің сол жақ бөлігіне 8х-тің 6 дәрежесі қосылған 2х квадрат тең, оң жақ бөлігінде х минус а-ның кубы плюс х минус а қалады. Енді келесі біздің қадамымыз осы монотондылық қасиетіне тоқталу. Егер бізде оң жақ бөлігіне біз жаңа айнымалы енгіздік, яғни х минус а-ны т деп алатын болсақ, х минус а-ның кубы ол т куб ретінде қарастырамыз, яғни бізде f от x функциясы өспелі функция болып табылынады. Келесі өспелі функцияның тұжырымдарына негіздейміз, яғни егер f от альфа тең f от беттаға теңдігі орындалатын болса, онда альфа беттаға міндетті түрде тең болуы керек. Осы тұжырымды қарастыратын болсақ, бізде теңдіктің оң жақ бөлігінде х минус а-ны, сол жақ бөлігінен 2х-тің квадратын аламыз. Сонда альфа мен ветта деп отырғанымыз альфа 2х квадратқа тең болса, ал ветта х минус а-ға тең болады. Осы нәтижесінде берілген теңдеуді қайта жазамыз. Яғни, үшінші қадамда айтып өткенде альфа мен беттаны теңестіреміз. Сол кезде бізде квадрат теңдеу шығады. Ал бұл квадрат теңдеуді шешу барысында кем дегенде бір түбірі табылу үшін онда дискриминантымыз 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болуы керек. Орнына қойып есептейтін болсақ, біздің а параметрі 8-ден 1-ден үлкен емес деген шешімге келдік. Яғни оның жауабы минус шексіздіктен 8-ден 1-ге дейінгі аралықты қамтиды. Егер параметріміз осы аралықта болатын болса, онда теңдеудің кем дегенде бір түбірі табылады. Яғни бұл есепті шешу кезінде біз функцияның монотондылық қасиетін пайдаландық. Тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше.